Ассалаумағалейкум қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Есімім Қалмұрат Айдынбек, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Көп болды видео түсірілмей кетті. Оған себеп біраз жағдайлар болды, карантин, тағысын тағы деген сияқты. Енді Алла бұйыртса, сіздердің көмектеріңізбен апта сайын видео түсіріп отырам. Бір или екі оны комментарияға жазып кетіңіздер. Және де ол үшін, оны өткізбей қарау үшін астыдағы жазылу YouTube каналыма жазылып, достарыңызбен бөлісіп, қоңыраушаны басып қойыңыздар, шыққан видеоны өткізіп алмас үшін. Және бүгін біз мото обзор каналымызда видео бастаймыз. Бүгінгі мото обзор Желмая 150 куб. Біз бастап кеттік уже. Боковой темір екенді. Өздеріңіз көріп тұрған Желмая 150 куб. Ең бірінші таныстырып өтіретін бұл жерде доңғалақтан бастайық. Доңғалақтың размеріне келетін болсақ, протекторы өте қалың, биік, және де тау таста, құмда еркін жүреді. Және де доңғалақтың размері 325-18, яғни жалпақ деген сөз ол. Ол тау таста, құмда таймайды, жаңа айтып өткенімдей. Және бұл жерде кішкентай болса да фишкалары болады, нюанстары, именно бұл Желмаяның артықшылығы. Яғни бұл Қытайдың бір қосып қойған қосымша заты деуге болады. Ойлап тапқан бұл жаңа болтқа тат баспайды деген сияқты және. Кішігірім болса да плюсы деуге болады. Вилка, обычный вилка, классикалық түрлерді бәрінде болады осы вилка. Шыдайды. Крыло биік тоже доңғалақ екі ортасынан. Біраз болсын биік және темір бір жақсы жері. Оны ұстап тұрған креплениелері де жақсы өте. И потом астыңғы жағы да тоже темір астыңғы крыло. Және алдыңғы жүк салғышы, багажник, және бұл алдыңғы жарық фар дейді. Фарға қорғаныс болады, яғни защита, орысша айтқанда. Ішінде LED фара, ақ фара дейді. Бұл негізі стекло болады, бұл да пластмасс екен. Ничего страшного, бұл защита тұр. Және поворотниктары, жану несін көрейік, қанеки. Ауылдық жерде керек шамалы деген сияқты. Және қолдың защитасына келейік, тоже темір. Багажды темір болған, бұл да темір. Бұл өте бір плюс, өйткені ауылдық жерде мал қуалағанда және тау тасқа шыққан кезде жығылып қалу қаупі өте зор. Сол кезде қолды сақтауға көмегі болады. Бұл жерде жарық қосып қоюға болады. Жаңа машинаныкіндей жасыл свет жанады екен ар жағынан. Тахометр 11-ға дейін, спидометр 160, пробег 0. Қой кезекте қырда-мырда жүргенде әбетіңізді салып алуға. Баққа келетін болсақ, мен көріп осылар көк светі болғандықтан. И 14 литр, негізі 12 литр құя беруге болады, бірақ 14 литр болып саналады бұл. Қазір бақты ашып көрсетем. Ең бірінші бақта өзінің кілт салатын жерінде осындай өзінің бір қорғанысы болады. Кілтті салдық, бұрадық, аштық. Өте жақсы жасалынған. Просто баса саламыз. Бұны жауып қоямыз. Мусор, анау-мынау түсіп кетпес үшін. Сидениясы тоже Желмая деген надписпен. Бұл не үшін мен Желмая деп айтып жатырмын? Өйткені бұл жерде қарап отырсаңыз айнасына дейін жазылып тұр Желмая. И щиток приборына дейін жазылып тұр. Бұл әр нәрсе өзінің оригинал зат екенін деп көрсетіледі. Бұл алған кезде, сатып алған кезде осы жақтарына мән беріңіздер. Каждайында өзінің әр бөлшегінде өзінің Желмая деген жазу жазылады. Бұл да мына жерде тұр. Потом
тоже жұмсақ. И потом, ну, 1, 2, 3 адам деуге болады. Бұл жерде 150 куб М15 деген надписі болады. Бұл жай ғана крышкасы, жаңа қақпағы деуге болады. Негізінде моторда жазылады 150 куб. Және Genmaia'ның 150 кубы ақ светте болады осындай. Күміс рең дейді. Бұл жерде сцепление тұр, бұл жерде жаңағындай біздің свеша дейді. Мінекей 150 куб деп стартерда қарап отырсаңыз ойып тұрып жазылып тұр, және моторда тоже ешқандай бұл наклейка емес, кәдімгідей жазылған. Ну, бұл жерде цилиндр, коробка, и потом мотордың серийный номері жазылады. Мына жерде мотордың защитасы тұр, көріп отырсаңыз, кәдімгі машинадағы сияқты тоже өте қорғаныс болады. Бұл жерде алдыңғы кішкентай диодышканың крышкасында жаңағыдай коробка передачасы жазылып тұр. 1, 2, 3, 4, 5 нейтралка деген сияқты. Бұл жаңағы скорость ауыстыратынымыз, ол енді айтпаса да ұғынықты. Водительдің подножкасы, жаңағы жүргізуші жақтың аяқ қоятын мінекей кілтпен боковойын шешіп алдық. Аккумулятор тұр. 12 вольт 7 AH деп тұр, енді бұл 12 вольт деп саналады. Минус, плюс, мына жерде өзінің плюстың тоқ жолдары, үшін былайша айтқан кезде. Және бұл жерде өзінің кілт саймандары салынады. Мінекей свечной ключ дейміз, бұның комплектацияда кіреді. Так, 8 және 10 кілт, отвертка. Китайский деп айтуға болады. Оригинал китайский. Ну, свечной ключ. Енді көп гарантия жоқ бұның свечнойды ашып жүреді дегеніне. Бұл енді өте жақсы кішігірім багажы. Хоп. Бұл енді қазір көздеріңізді үйреніп, мысалы, жарнамадан да қарасаңыздар, бірінші очередь қазір осындай бөлшегі бар. Бұл уже үйреншікті жағдай. Бұл жерде артқы отыратын адамның аяқ қоятыны бар. Ну, бұл үлкені, бұл да жаңағыдай тоже багаж жүксалғыш болады. Амортизатор. Қос амортизатор. Ішінде бір амортизатор, сыртында бір амортизатор. Бұл жерде міне себі жауылып тұр. Ну, бұл өте септің қорғанысы, құм, шаң, тозаң, септің созылып кетпеуі, септің үзілуінің алдын алатын жағдай. Короче, мінекей артқы доңғалағының размерін айта кетейін. Артқы доңғалағы 350-де 18. Протекторы тоже. Ну, алдыңғы екеуі ұқсас, только алдынан қарағанда арты чүт үлкенірек және жалпақ болады. 18-дігі бірде, екеуі де 18. Жаңағыдай ауылдық жерде ежі планетаныкін салуға болады. Тек қана нагрузка сепке түседі. Соны ұғынып алғандарыңыз дұрыс болады. Бүгінге біздің айтқан 150 куб мотоцикліне обзор осылай болды. Толығып және де тест-драйв керек болатын болса айтыңыздар. 200 куб, 250 кубтан айырмашылығы бұл машинадағы сияқты бензинге эконом болады. Және оборот тартысы жағынан 200-діктерге сәл болсын жетпейді. Өйткені бұда бензин аз шашады. Себебі 100-ге 2 литр болса, ал 200 кубтары 2-де 5, 2-де 7 жейді. Айта кететін жағдай. И комплектациясына көшейік. Бұл каска Genmaia'ның и магнитофон өздеріңіз көріп отырғандай, и чехол, оның үстінде жаңағы пульті, автозавод, сигнализация қосылатын кілті. Мінекей касканы қарап отырсаңыздар, Genmaia жазуымен өте качественный. И магнитофоны тоже необычный, қымбаты. Чехол өздеріңіз көріп отырғандай. Автозаводына келетін болсақ, автозаводы пультпен мінекей көріп отырғандарыңыздай S-класстың пультіндей өте качественный жасалынған. Енді Genmaia деген артында логотипімен, жазуымен мінекей. Және кілтте комплектациясында қосымша
мынандай бір несі жүреді, штикері дейді. Бұл яғни автозавод белгілі бір уақыттан кейін істемей қалған кезде, сол автозавод алып салған кезде ол сиденьяның орындықтың астында болады. Соны алып тастағаннан кейін орнына осы штикер қойылады. Бүгінгі біздің мото шолу обзорымыз соңына жетті. Лайк басып, достарыңызға таратып, жазылып, қоңыраушаны басып, қолдасаңыздар деген сіздерге бір өтінішім бар. Өйткені барлық жағынан қалдырмай айттым деуге болатын шығар. Өйткені ауылдық жерде осындай дұрысырақ мотоцикл мінуге біраз болсын септігім тисін деген ниетпен істелініп жатқан дүние қазақша ютубта түсіріліп жатқан кішігірім болсын өзіміздің сіздерге қосқан үлесіміз. Таңдауға жаңағындай кубына байланысты әркім өз қалағанын алады ғой. 150 куб желмая вуаля, көре берсеңіздер болады, ала берсеңіздер болады. Моторына 1 жыл гарантия жүреді бұлда сатылымда тұрған мотоциклде. Сондықтан қолдауларыңыз керек. Барынша просмотр санын көбейтейік, қолдайық. Рахмет сіздерге.